Мынау Катардың сырт жағы екен. Сырт жағында осындай үйлер. Үйлері осылай екен. Қарапайым үйлер. Өте тамаша, бірақ тазалық өте жақсы. Ассалаумалейкум достар. Мынау Катар мемлекетінің музей екен. Тарихи музей дейді, әлі ішіне кіргізбей жатыр. Мынау жалауы соларды. Көлемі өте үлкен екен енді. Формасы, сыртындағы формасы өзгешелеу екен. Адамдардың бәрі кіре алмай тұр енді қазір. Уақыт керек дейме, сәл күтіп тұрмыз. Бұлар әлем чемпионатына футбол өтті ғой 22-ші жылы. Соған 10 жыл дайындалған екен. Бұдан алдын қала ойынша болмаған сияқты, бірақ қазір енді керемет істеген. Оранып алады екен бұлар. Көзін әрең көрінесін, көзі. Мынау енді осы Катар мемлекетінің тарихи музейі, бізге айтпақшы. Музей екен. Соған келе жатырмыз. Енді бұлар кеше былтыр әлем чемпионатына дайындалған ғой енді бұлар. 10 жыл дайындалған екен. Сонда мына стадионның қасында екен осы музей. Мынау жалауы, Катардың жалауы. Мына өткенде 22-ші жылы әлем чемпионаты футболдан өткен стадион. Қараңыздар, контейнерден жасаған екен. Соларды енді жайлап бір шетінен бұзып жатыр екен стадионда. Сол уақытта 5 стадион болған екен. Уже мынау екінші бұзылып жатыр екен. Мына біздің бірге келген достарымыз, ағаларымыз. Мына мешіттің астыңғы жағы екен бұны. Мен сіздерге бір тамашаны көрсетейін. Мына мешіттің астыңғы жағында осылай су ағып жатыр. Мына жер өте салқын. Қараңыздар мына суға. Мына текшектің бәріне су ағып жатыр. Мына жазу мына жердің бәріне арабшалап жазу. Бұл астыңғы жағы енді. Трамвай. Мен трамвай өтеді екен, мына жерге келеді екен. Мағанаңыздар асыққанда керемет. Ассалаумалейкум достар. Міне жеке-жеке сіздерді көрсетіп өтейінші, кеше көрсетпеппін. Мынау ағамыз Тәңірберген Ақсақал қажы.
Mına kızımız, mına şoför jigitimiz, Zulfkar Gaji, Kırgızbeyli stadionun yanında. Sevle Jengey, Gülnaz karındasımız Aktau, Atrau mu? Aktöbe. Mına kızımız, jengemiz, kayınbike, kelçegimiz mına. Mına stadyonun kasında kelip turumuz. Ötkende 22 жылы әлем чемпионаты болған стадиon. Теңіздің жағасында екен. Иә. Мына теңіздің жағасының бәрі ақтаспен айналдыра қоршаған екен. Мына біз мына бір ауданның қасынан өтіп бара жатырмыз. Шет жағындағы үйлердің көбісі осындай 7-8 қабаттық, 9 сондай екен, біреу жарым болмаса. Содан соң менің байқағаным джип машинасы өте көп. Әйел адамның айдап жүргенін бір-ақ рет көрдік. Полиция деген көрінбейді. Қазір келгенімізге 2 күн болды ма, әлде бір рет жол полициясын көрмедік. Өте тәртіпті бәрі. Артық қылық көрсеткен ешқайсысын көрмедік. Қала өте тыныш қала екен. Бәрі орнымен тәртіп, заң күшті деймін соған қарағанда.